ема деген дала деген жап-жарық болып кетті ғой. Мәссаған деген. Ема мен деген сәл болмағанда диваннан құлап кете жаздаппын ғой. Жарайды тұрайын деген. Ал тұрды қал деген сағатты бір қарап бақшы деген. Мәссаған сағат деген бір болып қапты ғой. Ема сонда мен деген сағат 1-ге дейін ұйықтаған болып тұрмын ба? Таза ұйқыбас болып тұрмын ғой. Так өзімізді бір айнадан көріп қояйық деген. О, сондай красавчикпін ғой. Мен деген Франклин красавчик еді достар. Қараңызшы. Базар жоқ деген. Давайте барлығымыз бірге комментарийға Франклин красавчик деп жазып кетейік достар. Давайте болмаса деген Франклин краш деп жазып кетейік деген. Достар, егер сендер әлі арнаға тіркелмей көріп отқан болсаңдар, міндетті түрде Нұрғазақ арнасына жазылып, лайк деген түймені басып, комментарийға Франклин краш деп жазып кетейік достар деген. Құрсын бір далаға шығып бір таза ауа жұтып кетейік деген. Мой айтпесе деген үйде деген жүре беріп іш пысып кетті бар ғой. Так, айтпақшы менің үйімде деген ешкім қалмапты ғой. Достарым бәрі кетіп қалған сияқты. Кеше деген вечеринка болған, үйде деген от души демалған болатынбыз деген. Қараңдар, мына жақта деген лежактар әлі жиналмай қалып жатыр енді. Короче деген достар, мен деген кеше түнде түсімде көрдім бе, әлде өңімде көрдім бе, осы бір мына жерлерден бір жаман бір дыбыстар шықты да. Мойо, короче түсінсем бұйырмасын, не ол дыбыс? Короче осы бір жерлерден шықты деген. Әлде мына көрші үйінде стройк істеді ма, біреулер шақыртып деген стройщиктерді. Короче бір түрлі дыбыстар шықты да. Содан кейін деген короче осылай видео түсірейін деп жатырмын. Айтпақшы деген маған мына есік жаман қызық болып тұр да. Негізі деген мен осы үйде тұрып жатқаныма бір 7-8 жылдай болып қалды бар ғой. Мойо деген қарандар, мына үй ескіріп те қалды короче. Бірақ мен деген мына есікке вообще өмірімде кіріп көрмеппін достар. Сендер айтсам сенбейсіңдер короче бар ғой. Шын мен короче мына есікке вообще кіріп көрген жоқпын бар емес па деген. Мына бассейнге де көп түспеймін негізі. Мына бассейнге де көп түспеймін. Жалпы деген азанда кетіп кешке келемін ғой. Бұл үйге деген әйтеуір тұрады осылай деген. Короче деген достар, осы мына жаққа вообще кіріп көрмегенмін ше, шынымды айтсам. Енді осыған бір кіріп көрсем ба деп жатырмын. Менде не екен, склад па екен, әлде бір мына гараждың астында орналасқан бір туннель бар ма екен? Короче түрлі бір нәрселер бар сияқты. Әйтеуір осы жерден дауыс шыққан. Мен 100% гарантия беремін достар. Короче бірақ кірейін десем, мына есігі құлыптаулы екен да, достар. Мына темір есік екен, короче деген өте мықты есік екен. Енді осыны қалай болмасын ашуым керек мен деген. Так, олай болса деген жоғары қарай шығып көрейін. Мүмкін деген бұл есікке түсетін бір жол бар шығар деген сияқты ғой да. Қараңдар, мына жақта опа, мына жақта деген бір есік бар екен, бірақ бұл гараждың есігі да. Бұның құлпы деген жоғалып қалған, короче кілті деген. Содан кейін таппай отырмын. Мына гараж деген мінекей достар, короче деген гаражым осында. Енді іші деген шашылып отыр. Айып етпесіңдер деген. Жарайды, олай болса біз деген жаңағы есікке қарай интерес қуып көрейік достар. Бәлкім деген бұл есікте бір құпия бір нәрсе бар шығар деген. Короче деген, достар, әйтпесе деген мен бұл үйде тұрып жатқаныма біраз болды да ше. Мына чопта өліп қалды аяқ асты деген. Содан кейін мына жаққа қарай вообще келмей қойдым достар. Так, мен енді бұл есікті қалай бұзсам екен достар? Есікпен осылайна түйсем қалай жалпы сынам екен? Жалпы сынбайтын сияқты достар. Мынау деген бар емес па? Жарайды, онда деген мен бір қолыма бір балғақ келейін бе, әлде бұрап келейін бе, шұрпа ақ келейін бе, болгарка келейін бе? Өшін мынаны қалай болмасын есігін сындырып кіріп ішінде не бар екенін ақтарып шығу керек болып тұр ғой достар. Ошым айтқан кезде бар емес па деген. Олай болса деген мен қазір бір қолыма бір нәрсе алып келейін, анау балта алып келейін бе, ошын бір нәрсе әкеліп ана есікті қалай болмасын бұзу керек достар. Біздер деген мына жақта деген анау заттар жатушы еді, қазір алып алайын деген достар. Достар қараңдар, мынандай балта тауып алдым деген, бір жатыр еді үйдің бір бұрышында деген. Өткенде көріп қалған ғой. Енді қазір барып осымен мына есікті сындырып көрейік те достар да. Мына сынатын шақты пайда деген мына балта деген өте мықты ғой. Так, давайте орайық, олай болса деген. Мәссаған деген. Мойо достар, мына есіктің что-то сынатын түрі жоқ қой. Каламана деген. Күте тұрыңдар деген. Дұрыстап орайын деген. Давай, мойо есік сынсайшы мәссаған деген. Мойо деген достар, мына жақта тұрғаныма біраз болды. Даже мына есік деген еш жеріне ештеңке болмаған ғой. Мойо деген. Олай болса не істейміз достар? Біз мына есікті деген бір кранмен ба, бір машинамен соғып сындырамыз ба? Қайтеміз өзі деген. Жарайды, онда мен деген барып бір мына жақтан бір осындай бір есік бұзатын бір машина алып келейін деген, мықтырақ бір деген достар. Қазір күте тұрыңдар деген. Так, мынандай мықты мотоцикл дос балада бар еді, короче соны сұрап алдым деген. Өте қатты жүретін мотоциклдердің бірі достар. Қазір басыма шлемді киіп алайын деген. Әйтпесе деген соғысқан кезде мынау басым деген анау есікке тиіп басым жарылып қалса деген таза деген достар пәлегет болайын деп тұр ғой. Так, мен деген осылайынан тұрып алайын да. Қазір мынау есікті енді мынау мотоциклмен соқсам точно сынам екен, соғысып болып тұр. Мәссаған деген. Мойо достар, мынау вообще сынайын деп ойлап та тұрған жоқ қой мына есік достар. Чоза қандай есік болды деген түсінсем бұйырмасын деген. Мойо қарандар, барынша ұрып жатырмын, соғып жатырмын, бірақ деген кішкене трещина болып жатыр мына достар есікте деген. Так, мәссаған деген керек болса деген жоқ достар. Мойо, мынау есікке дым болып жатқан жоқ қой. Да ну гүлбану. Жарайды, мынау деген мотоцикл болмайды екен достар. Олай болса деген мен қазір бұған бомба қойып бомбамен жарып көрейін сразу да достар. Давайте қазір бомба алып алайын мен деген. Ал енді мына есік мына бомбаға жарылып точно ашылады деген
ойдамын. Ё-моё, егер осы бомбаларға, миналарға жарылмаса, бұл есікті білмеймін мен ракетамен андай бомбишкілермен атам ба, в общем деген түсінсем бұйырмасын, короче, не болса да мынаған жарылады деген ойдамын да. Достар, жарайды, олай болса деген мен былай қарай тұрып алайын. Так, пойди енді жарылу керек. 1 2 3 go. Мәссаған деген достар, жарылды. Ема, қызық болып тұр. Мынау деген есік мына бомбаға ашыла ма, ашылмай ма? Давайте тез комментарияға жазып кетіңдер достар. Мен күтетін боламын деген, арнаға тіркелмеген болсаңдар міндетті түрде тіркеліңдер. Қазір енді көретін боламыз деген. Мәссаған, мынау дос баланың мотоцикл өртеніп кетіпті ғой. Ема, үйім өртеніп жатыр достар деген. Дану гүлбану деген. Мына есікке не болған? Ё-моё, мына есікке дым болмаған ғой, қап-қара болып кетті достар. Ема, сонда бұл жоза есік достар, мынау деген отқа жанбайтын, суға батпайтын есік болып тұр ма сонда деген. Қазір онда мен ракетамдай немен атып көрейін достар. Бомбичкалармен бар ғой, ана автоматтар. Ойбай, суға түсіп кеттім ғой мен деген. Достар, мынау деген бомбаға жарылмай жатыр. Онда мен деген ана ракеталармен атып көрейін да. Пойди ракетаға атсам жарылу керек бұл деген. Так, олай болса деген бар ракета алып келейін мен деген оружиені складынан. Мінекей достар, короче, мен деген осындай ракета алып алдым деген. Қазір енді мынау деген точно жарылу керек. Ё-моё, мына жақта деген бомбичкалар да бар екен. Давайте бірінші бомбичкаларды жарып тастайық, бізге деген шамал оңайлау болсын. Ух ты, еба, құлап түскенсің ғой достар. Қараңдар, анау деген өте мықты, мен ұшырып жіберіп жатыр деген. Бірақ мына есікке әлі еш нәрсе болған жоқ. Кәне 20 оқ бар екен, атамыз. Ема деген. Так, не болды деген. Ё-моё достар, мынаған дым болған жоқ. Мәссаған деген. Ема достар, мынау деген. Мәссаған достар, мына 2 рет оқ аттым, әлі еш нәрсе болған жоқ қой. Дану гүлбану деген. Не істесем болады? Қалай ашуға болады достар мынаны? Мен что-то басым жетпей жатыр деген. Так, олай болса бүйтіп тұрамыз да. Мәссаған, ух ты, мәссаған. Менің үйім өртеніп кетпесе болды. Мына есікті ашамын деп үйімнен айырылып қалмасам болды деген достар. Мәссаған керек болса деген. Достар, мен деген мынандай өте мықты алып алдым, короче, автомат па, білмеймін не екен, короче, инопланетандардың автоматы, короче, қазір енді осыны атып көретін боламыз. Мәссаған. Дану гүлбану, қарандар достар, мынау есік деген шамалы тесіліп жатыр көргендерінде. Ема, почти бұзылайын деп қалды достар мына есік деген. Давайте полный атып тастайық, олай болса деген. Қазір мына есікті точно біз жарып тастаймыз деген ойдамын достар. Қазір сындырамыз деген ойдамын. Давай. Мәссаған. Ема, оқ бітіп қалды ғой. Дану гүлбану, тағы да алып келейін барып деген. Ал енді достар, мынау ракетаға точно жарылады деген ойдамын. Қазір деген мынау деген өте мықтандай самолеттерді қолап жүріп ұстап алатын ғой достар. Көрінер ме? Өте қатты деген мынау удары деген. Қазір енді осыны өзімен бірге жарып көретін болам. Не болса да көрек ал деген достар. Мүмкін бак болып ары қарай кетіп қалатын шығармыз есікке дегенде. Кәні 1 2 3, так 1 2 3 go. Мәссаған деген. Оппа достар, есіктерген өртеніп жатыр. База жоқ, тағы да бір рет атып көрек деген. Кәні 1 2 3. Дану гүлбану деген. Мәссаған, мен қайдан пайда болып қалдым деген. Ема, что-то деген басымнан бір сатырсене ма бір нәрсе алған сияқтымын ғой деген достар. Мен бұл деген шын өмір ме өзі түсінбе деген, әлде достар түсінсем бұйырмасын деген. Әйтеуір мынандай бір шахтаға келіп қалдық деген. Мәссаған, туннель ма? Осы сонда үйімнің есігінің ішінде осындай бір нәрсе болып тұрма сонда деген достар. Түсінсем бұйырмасын деген. Алға кеттік ал деген, алға қарай жылжып көрейік. Мынау немене бөле асылып тұрған мынақты деген. Алыстан көргенде бір адам тұрған сияқты, бір құбыжық тұрған сияқты көрінеді деген де достар. Кеттік ал дальше жүріп көрейік, не бар екен зерттеп тастайық деген достар. Мынау есігім ішінде деген, мен үйім есігінің ішінде осындай заттар бар ма не деген достар. Ё-моё, мәссаған, қараңдар, былай қарай да жүруге болады екен. Так, мынау деген тупик екен достар. Кеттік ал дальше артқа қарай қайтамыз енді деген. Мен өзім үйімде 7 жыл тұрып, бірақ деген мынандай бір шахта, бір яқтама бір нәрсе бар екен білген жоқпын деген достар. Ё-моё, қараңдаршы деген. Мынау бір өте бір үлкен болып тұр ғой. Сонда баяғыда бір осы бір жерлерде бір осындай шахтама бір нәрсе болған сияқты ғой да достар деген. Ал кеттік ал былай қарай жүріп көрейік деген. Былай оңға қарай бұрылып кететін жол бар екен. Кеттік бірінші осыға қарай жүріп көрейік. Сосын прямой баратын боламыз деген достар. Давайте міндетті түрде арнаға тіркеліп лайкты басыңдар смело деген. Қазір мына жақтан бір ақшама, бір машинама, бір нәрсе тауып алсам бағалы бір сыйлықтар өте керемет болушы еді да достар. Аяқ асты деген байып кетуші мен деген. Ема, алдымызда деген 2 жол шықты достар. Қараңдар, біреуі деген мынандай бір тупик, короче, біреуі деген былай қарай жүр деп тұр достар. Пайди деген бұл тастанды шахта болып тұр ғой да менің білуім бойынша деген достар. Кеттік дальше жүріп көре берейік, не шығатын көретін боламыз. Мәссаған, былай қарай тағы да бір жол шықты деген. Мына жер тупик ау деймін достар, осы да. Мәссаған, мына жер деген тупик екен. Кеттік ал дальше артқа қайтамыз. Так, алдымызда бір жол бар енді деген достар. Осылай қарай барып көрейік та достар деген. Мәссаған, мына шлангілер деген өте көп ілініп тұрады екен да достар деген. Кеттік ал деген жүріп көреміз былай қарай. Мәссаған, мына жерде тупик қой достар. Ема, Дану гүлбану деген достар. Ё-моё, чоза бұл ақша деген достар. Мәссаған, мынау деген доллар ма бір нәрсе ғой деген. Қараңдар,
Ё-моё, сонда мен деген осы ақшаның бәрін тауып алған болып тұрмын ғой. Да ну достар, давайте смело лайк басамыз деген, арнаға тіркелеміз деген достар. Қараңдар, мына жақта біреу тұрған сияқты көрінеді екен. Енді достар, осы ақшаның бәрін деген мен алып кетуім керек. Қалай алып кетемін? Ё-моё деген, кеттім. Олай болса деген бір машинама бір нәрсе алып келейін достар осы жаққа деген. Содан кейін барып осы ақшаның бәрін алып кететін боламын деген. Ё-моё, бір деген бақыт болды ғой достар, мынау деген. Аяқ асты байып кететін болдым деген. Мә, саған кеттім ал деген. Тез барып машинама бір нәрсе алып келейін достар. Короче, мотоцикл алып алдым деген достар. Мотоциклмен барып осы ақшаның бәрін алып кететін боламын деген. Біреулеп хотя бы деген. Так, олай болса деген, айтпесе деген достар, мына жаққа машина сыймайды екен. Машинамен келем ба деп ойлап едім достар. Бірақ машина сыймайды екен. Кетіп былай қарай жүреміз ба деген достар, адасып қалмай әйтеуір деген. Қараңдар, басып бара жатырмын. Ё-моё деген, басыма шлем киіп алғаным дұрыс болыпты да. Қараңдар, достар, қараңдар достар, бой деген, енді осы ақшаның бәрін алып алып содан кейін көлік анау сатып алатын болам деген да достар. Так, короче, бүкіл ақшаны салып алдым деген. Қараңдар, бірақ мынау ақша артылып қалды. Енді жатса жата берсін. Менен басқа біреулер келіп жатса сол ақшаны алып кетеді. Короче деген, ал достар, кеттік. Ал енді біз деген артқа қарай жүріп, былай қарай шығып кетейік деген достар. Абайлап деген, опа деп тұрып, все нормально, кеттік. Ал енді деген достар, сразу қалаға қарай барып осы ақшаның бәрін деген Каспийге лақтыртып алу керек та, жартысын деген. Содан кейін көлік анау заттар алып тастау керек деген. Деген дерзкі болды ғой да достар. Мынау шахта деген вообще тема екен. Мен үйімнің ішінде бұндай нәрсе бар деп вообще ойлаған жоқпын деген. Кеттік. Ал жарайды, дайындалыңдар достар, қазір мына есікті жаратын боламын. 1 2 3 go. Мә саған, сен бұйырмасын. Чота не болды достар? Мә саған. Бағана мен деген осы есіктің артына кіріп деген туннелден ақшаларды алып деген мотоциклмен қашып баратқан адам сияқты едім. Сонда деген достар, соның бәрін ойлаған болып тұрмын мен деген. Да ну достар, мына есік шынымен де ашылмайтын сияқты. Деген достар, келесі бөлімде ашатын боламыз. Олай болса деген, келесі кездескенше сау саламат болыңдар достар.